Қайырлы күн, сіздермен бірге Қостанай командасының мүшесі Боранбаева Гүлдана. Резолюция бұл палата интернет кітапты алмастыра алады деп есептейді. Неліктен электронды құрылғылар мен интернет табандылықпен өз жолын табуда? Қарастырайық. Статистика. Pew Research зерттеу орталығы 2018 жылдың қараша және желтоқсан айларында 16 және одан жоғары жастағы 3000 американдықтар арасында сауалнама жүргізді. Бұл сауалнама қорытындысы бойынша интернеттегі кітапты оқитын адамдар жылына 24 кітап оқыса, қарапайым кітапты оқитын адамдар жылына 15 кітап оқитынын анықталды. Бір топ адамдар арасында сауалнама жүргізілді. Бұл сауалнама қорытындысы бойынша кітаптардың кен таңдау мүмкіндігі бойынша қарапайым кітаптар 35% иеленсе, интернеттегі кітаптар 53% иеленді. Кітапқа тез қол жеткізу мүмкіндігі бойынша қарапайым кітаптар 13% иеленсе, интернеттегі кітаптар 83% иеленді. Бір А4 парағын дайындау үшін шамамен 13-21 грамм ағаш қажет екен. Есептесек, бір кітапты дайындау үшін шамамен 5 килограмм ағаш қажет. Статистикаға сәйкес қағаз дайындау үшін жылына 125 миллион ағаш кесіледі. Ақпарат көздері Вавилон.ру, Google.com, Яндекс.ру және тағы да басқалары. Философия. Кезінде Марк Твен жақсы әдебиетті оқымаған адам мүлдем оқи алмайтын адамнан артықшылығын жоғалтады деп айтқан еді. Жақсы әдебиет қазіргі таңда өте сирек ләззат. Оны қағазды кітапта оқып, сатып алуға әркімнің шамасы келмейді. Ал интернеттегі кітаптарда әр адам өзіне қолайлы, өзіне ұнайтын кітаптарды оқи алады. Аргумент 1. Бір оқ, екі қоян. Жалпы интернет адамдар үшін өте ыңғайлы зат болып табылады. Мысалға, сіз бір жаққа бара жатсаңыз, өзімен бірге ауыр кітаптарды алмай, телефоныңыздағы интернеттегі электронды кітаптарды оқи аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Келісесіз бе? Сонымен қатар Сингапур ең жақсы білім жүйесі бар елдер тізіміне енген. Бұл жерде балалар қағаз кітаптарды қолданбайды, олар планшеттегі интернетті қолданады. Бұл ағаштарды сақтап қалу мақсатында қолданылады. Бұған қоса кітаптарға қарағанда біз интернетте өзімізге керек ақпаратты тез арада іздестіре аламыз. Аргумент 2. Әңгіме. Табиғатты қорғайық. Адамдар ағаштарды кеседі, сол ағаштардан қағаз жасайды, қағаздан кітап. Кітаптардың беттерінде адамзат ағашты қорға, кеспе деп жазады. Яғни олар сол ағаштарды кеседі, сосын сол ағаштардан жасалған қағазға адамзат ағашты кеспе деп жазады ма? Бұл не деген қарама-қайшылық десеңізші? Басында айтылған статистиканы еске түсірсек, бір кітапты жасау үшін қанша ағаш қажет екенін біз білеміз. Ал мына сандарға сенсек, Харпер Ли, убить присмешника 2,5 миллион көшірме, Гиллиан Флинн, исчезнувшая 2 миллион көшірмесі сатылды. Бұл сандардың ішінде табиғаттың бір үлкен бөлігі жойылуда. Интернетте болса, біз әртүрлі кітаптарда жазылған ақпаратты сақтап қала аламыз. Оған қоса интернеттегі кітап сөресіндегі кітаптардағы жиналатын шантозаннан гөрі экологиялық аспектіге жақын. Аргумент 3. Ақшам болса оқы. Бұл тақырып қаншалықты сандырақты болса да шындық. 2018 жылдың қорытындысы бойынша кітап саласындағы басылымның сату құны 2000 теңгеге жетті. Минималды сату құны. Жалпылағында бұл балалар арзан емес. Демекші, сен кедей болсан, оқыма дегені ме? Интернеттегі кітапты сатып алу арқылы сіз ақының жартысын үнемдей аласыз. Себебі жылына бірнеше мың теңге төлеп, 2000-нан астам кітаптарға ие болу әрине тиімдірек. Аргумент 4. Көру қабілеті. Және ең тәтті шындықты ашып талқылайық. Көптеген адамдар біз мониторға көп қараса көру қабілетінен айырыламыз деп айтады. Бірақ 80-90 жылдары монитор әдеттегіден бета сәулелерді шығарды. Экран жаңару жылдамдығы төмен болды. Сол себептен де адамдардың көру қабілеті нашарлады. Ал қазір жаңа технологиялардың есебімен жаңа қауіпсіз мониторлар шығарылуда. Жаңа ЕЛНК технология көру қабілеті үшін қауіпсіз болып табылады. Кітапты оқу барысында болса, бұндай оқу көзге үлкен жүктеме болып табылады. Себебі, визуалды анализаторын өте ұсақ бөлшектерді ажырату мақсатында біздің көзіміз өте шаршайды. Яғни кітапты оқу барысында біз көру қабілетінің нашарлату қаупіне төндіреміз. Қорытындылай келе, шын мәнінде адамдар бізге кітапты оқығанда оның өзіндік иісі, атмосферасы керек деп айтады. Бірақ біз екі ресурстың мүмкіндіктерін қарастырып жатырмыз. Интернеттегі кітаптар дәстүрлі қағаз басылымдарын орнын басуда. Адамзат басылымның артықшылығы жайлы қанша таласса да, сандық нұсқалардың артықшылығы айқын көрініске ие. Назарыңызға рахмет.